Сәлем, менің жүктім. Ана мен балақ каналына қош келдіңіз. Маған тіркеліңіз, лайк басыңыз және осы апталықта жүкті болған таныстарыңызға переслать етіп қойыңыз. Бүгін 17 және 18 апталық жүктілік жайында айтатын боламыз. 17-18 апталық бұл екінші триместр болып есептеледі. Көбінде аналардың өзін жайлы жақсы сезінетін уақыттары. Яғни енді бұдан кейін ұйқысыздық, мазасыздық, бас ауыру, бас айналу немесе токсикоз деген азайып немесе мүлде жоқ болады. Енді осы триместрде, яғни 17-18 апталықта қандай өзгерістер болады, баланың дамуы, ананың жағдаяты жайында айтатын боламын. Баланың дамуына келсек, бұл уақытта әлі де терісі өте жұқа, әлі де лануго сияқты ұсақ түктері бар, алайда жаймен тері астындағы майлары қалыптасады. Және бұл уақытта баланың құлағы естиді деп айттық қой, ол звуктарға мән бере бастайды. Осы кезеңнен бастап бала құсу мен жұту рефлекстерін орындай бастайды. Яғни амниотикалық, яғни жатырдың ішкі суы бар ғой, сол суды, сұйықтықты жұтып, оны қайтадан шығаруды үйренеді. Жалпы сосательный рефлекс дейді, яғни жұтыну рефлексі туылғаннан кейін сүтті ему үшін осы іште кезден бастап дағдыланады екен. Қимылдары ұлғая түседі, ол домалап, айналып, қозғалыстары көбірек болады. Бірақ оны сіз әлі толық сезінбеуіңіз де мүмкін. Себебі бала әлі кішкентай, әрі бұлшық еттері қатаймаған, үлкеймеген. Қарын, аяқ-қол пропорциясы жақсара түседі, бас сүйегі мен омыртқа дами түседі. Бала шамамен ұзындығы 13-15 сантиметр арасында болады, бас пен бөксе аралығында. Және салмағы 180-200 граммды ғана құрайды. Енді сіздің жағдайыңыз, яғни анасының жағдайы жайында айтсақ, іштің көлемі айқын өсе бастайды. Алдыңғы апталарда айтқанымдай, кейбір аналардың ол физиологиялық, анатомиялық өзінің ішкі құрылысына, яғни сыртқы келбетіне де байланысты. Тым арық қыздар немесе бойы тым ұзын қыздар болса, олардың іші өте кішкентай болуы мүмкін. Оған қарап сіздер алаңдамаңыздар. Егер УЗИда бәрі жақсы десе, және де анализ қорытындыларыңыз барлығы жақсы болса, демек барлығы жақсы деген сөз. Линия нигра деген бар мына медицинада. Іштің ортасында қоңыр немесе қаралау сызық ортасынан сызық түседі. Байқадыңыздар ма? Пигментация. Бұл қалыпты жағдай, уайымдамаңыз, және бұл кетуі керек. Және сүт бездерінде де айқын көріністе өзгерістер пайда болады, көлемі одан әрі ұлғаяды. Сүт безі ұшының қараюы байқалуы мүмкін. Және де әйел адамның бетінде, маңдай тұстарында қара немесе қоңыр дақтар немесе сепкілдерді де байқауларыңыз мүмкін. Бұл бауырдан немесе гормондардан да өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан да бауырға арналған шайларды, өте айдайтын шайларды ішіңіз, пайдаланыңыз. Бел тұсыңыз әлі де ауруы мүмкін, себебі бала күннен күнге апта сайын өсуде. Сондықтан беліңіздің тұс жағы ауруы ықтимал. Жүктіліктің екінші триместрінде жасалынатын жаттығулар болады. Соны өзіңізге ыңғайлы уақытта күніне 10-15 минут арнап жасап жүріңіз. Сонда өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Аяғыңыздың ауруы, белдің ауруы, қол, иық, арқаның ауруы да осы жүктіліктің кезінде жиі байқалуы мүмкін. Жаттығулар сізге өте жақсы көмектеседі. Жүктілік бұл ауру емес, мен үнемі айтамын, бірақтан симптомдар, яғни өзіңізді ауыр халде сезінуіңіз мүмкін. Себебі жүктілікке дейін көп әйелдер дайындалмайды. Витаминдер тиісті ағзаны дайындамайды. Ағзада қажетті микроэлементтер мен макроэлементтер жеткіліксіз болғандықтан әйелдің денсаулығында сыр беру басталады. Сондықтан да барлығын орнын толтыру үшін витаминдер ішуіңіз керек. Комплексті витаминдер ішуді мен кеңес бермеймін, себебі оның ішінде дозалары өте аз. Сізге, тіпті балаға емес, сіздің өзіңізге жеткіліксіз дозалар болуы мүмкін. Сондықтан да бөлек-бөлек йодты бөлек алыңыз, кальцийді, қазір кезде кальций алу керек сізге. Кальцийді бөлек алыңыз, фолиевая кислотаны әлі де іше беріңіз, ішуді жалғасыңыз. Анализдер тапсырған кезде сол D3-ға да тапсыруыңызды кеңес беретін едім, себебі D3 ішу өте маңызды.
Енді токсикоз бітті екен деп, не болса соның барлығын жей беруге де болмайды. Не жегің келіп тұр, соның бәрін жей берем десеңіз, сіздің жаңағы ішкен витаминдеріңізді сол өзіңіз тұтынып жатқан зиянды тағамдар шайып алып кетеді. Сондықтан да ішіп жеміңізге де дұрыс тамақтануыңызға мән беріңіз. Не тамақ дұрыс, не тамақ дұрыс емес, оны сіз білесіз деп ойлаймын. Көк шөпті көбейтіңіз, кальцийға толы тағамдарды көбейтіңіз. Қандай тағамдарда қандай витаминдер бар, сол туралы ізденіңіз. Балаға не пайдалы, не зиян, сол жайлы ізденіп, көзі ашық, көкірегі ояу ана болыңыздар. Кейбір аналарда осы аптада іш қату өте қатты мазалауы мүмкін, запор, Ол кезде сізге клетчаткалар керек. Клетчатка көкөністерде көбірек болады. Көбісі ойлайды ғой, огурцы мен помидорды жесем, бұл клетчатка деп. Жоқ, ол клетчатка болмайды. Помидорда болуы мүмкін, бірақтан оған сіз көкшөптерді, жаңғақтарды қоссаңыз, клетчатка болуы мүмкін. Және де қызылша, пияз, редька дейді, түріп, сондай көкөністерде сізде жасанды порошок, осы өнімдерден алынған порошок тәрізді клетчаткалар сатылады. Сол клетчатканы алып, суға араластырып, жылы күйінде ішіп алсаңыз, ішіңізді жақсы жүргізеді. Кешкісін ішсеңіз, таңертең ішіңіз жақсы жүреді. Маған көмектескен ең жақсы өнім бұл кептірілген слива деп айтсаңыз, кептірілген жемістер сататын жерде слива болады. Соны жесеңіз де сол көмектеседі. Және де маған ең жақсы көмектескен бұл макро-микро элементтерге өте бай салат түрі, квашеный капуста, орысша айтқанда. Квашеный капустаны сол салат салатын жерден алып, оны қайнатылған қызылшамен жаңағы винегрет салатын жасап жесеңіз, ішіңіз жақсы өтеді. Жүктілерге кеңесіміз көбінде таза ауада көбірек жүріңіз. Көңіл күйіңіз жақсы болсын. Көңіл күйіңізге әсер ететін ортадан, адамдардан сәл аулақ жүріңіз. Алыстау жүріңіз. Себебі сіздің бойыңызда болып жатқан стресс, уайым, қайғы, көңіл күйдің жоқтығы барлығы сіздің іштегі балаңызға қатты әсерін береді. Ол ертең ол баланың миына әсер еткен. Баланың сөйлеуі, дамуы кештетуі мүмкін. Сондықтан да психологиялық, эмоционалды күйіңізге өте жақсы көбірек мән беріңіз. Жер жаңғақ, грек жаңғақтарын көбірек тұтыныңыз. Жалпы жаңғақтың түрлерінен, түр-түрінен алып қойып, күнделікті таңертең тұтынып жеңіз. Оның ішінде сіздің балаңыздың миына ең керек қажетті витаминдер, микроэлементтер өте көп. Менің каналыма жазыңыз, лайк басыңыз, қазақша контентті қолдаңыз. Қай аптадасыз, қандай күйде жүрсіз, қандай симптомдар сізді мазалауда, немесе мазаламауда деген сияқты. Соны комментарияға жаза кетіңіз, және де таныстарыңызбен менің каналымды бөлісіңіз. Жақсы, сау болыңыз. Келесі аптада кездескенше.